Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіңдер. Балалар, қараңдаршы, бүгін далада күннің көзі жарқырап, ұясынан шығып бізге күлімсіреп тұр, иә? Иә, балалар. Ал бізде күннің көзі тіршілікте өте маңызды. Ал күн туралы бізге қазір Раян айтып береді. Раян, айтаушы? Күнбін. Мен бәрінге кірем деп қарап тұрам. Жарық шырайым. Сұру шырайым. Ал енді балалар, күн туралы қандай мақал-мәтел білеміз? Күннің көзі. Иә? Күннің көзі бәріне ортақ. Жарайсың. Күннің көзі адамға сақтық. Табиғатқа түстедік. Енді балалар айтыңдаршы, күннің көзімен қатар өмір сүру үшін тағы да не маңызды? Су. Дұрыс айтасың, Аян. Су туралы кім айтып береді, балалар? Ернат айтып көрсін, иә? Сумын. Мен бәрінге ұқтақтын. Өмір болмаймын. Тамаша, сусыз өмір болмайды. Ал балалар, су туралы қандай мақал-мәтел білеміз? Су ішіліп Тамаша. Балалар, күннің көзін, жарықтың көзін біздер үнемдеуіміз керек, иә? Балалар, суретке қарайыншы. Мына жерде кранның аузын ашып, суды ағызып қойыпты. Бұл жерде суды үнемдеп жатыр ма? Жоқ, суды үнемдеп жатқан жоқ. Себебі суды үнемдеу үшін біз не істеп жүруіміз керек? Газды алып кетуі керек. Дұрыс айтасың, Төрехан, тамаша. Ал мына жерде қараңдар, балалар. Мына суретте балалар су шашып ойнап жатыр, иә? Суды бекерге шашуға болады ма? Жоқ. Болмайды. Иә, суды үнемдеу керек, иә, балалар? Ал енді қараңдар, балалар. Мына жерде күннің көзі шығып тұр, үйде жарық жанып тұр. Үйдегі жарық шамды, қуатын үнемді пайдалану үшін біз не істеуіміз керек? Иә, дұрыс айтасыңдар. Иә, дұрыс айтасыңдар. Свет жарықты өшіріп жүру керек, иә? Ал енді балалар қараңдар. Мына жерде күннің көзінен, үйдің төбесіне күн сәулесін арқылы үйдің ішіне жарық беретін мына жерде батарея тұр. Көрдіңдер ме, балалар? Осылайда біз жарық алуға болады екен. Ол жарықты да үнемдеуіміз керек, иә? Күннің көзі жоқ болып, түн болған кезде үйде біздер ұйықтаймыз ғой, сол кезде светті пайдаланамыз ба? Иә. Ұйықтаған кезде? Жоқ, ұйықтаған кезде жарықты өшіріп қоямыз. Себебі жарықты не істейміз? Өшіріп кету керек. Үнемдейміз, дұрыс айтасың, өшіріп жүру керек. Енді балалар, мен сендерге ойын тапсырма алып келдім, иә? Бұл жерде күн менен суды үнемдеудің суретін фаза арқылы құрастыру керек. Қазір құрастырамыз, иә? Екі жаққа бөлеміз. Иә, екі жаққа осылай бөлініп. Қазір бірінші тұрайық, балалар, мына жерге келіп. Балалар, біз қазір екіге бөлініп, ойын ойнаймыз, иә? Олай болса, мына жерден таңдай ғой, біреуін алақ, Аян. Аха, Аян. Аламыз. Аха, бұл. Айкөш, ал. Сулейман ала. Аха. Ал. Ал. Су менен күннің суреті, иә? Ал. Кімде күннің көзі суреті бар? Мен. Аха. Сол балдар шыға қойыңдар. Күннің көзінің суреті бар балдар. Шыға қойыңдар. Келіңдер. Иә. Кел, болды. Мына жаққа күннің көзін құрастырасыңдар, иә? Ал судың суреті мына жаққа келіңдер. Медикош, Сулейман келіңдер мына жаққа. Аха. Мына жаққа судың суреті. Ортаға. Менен суға барам. Былай тұрыңдар, бәрін бірыңғай тұрыңдар. Пачкілерді маған берді. Бір-біріне қосына. Балалар егер ұмытып қалғандықтарына Апай, біз аттап. Құрастырып отырған суреттерін осының ішінде бар. Дұрыстап істейміз, балалар. Аха, қараңдар суретке қарап. Міне, кран қыздың үстінде тұр. Қара, Медикош, кран қыздың үстінде тұр. Ернат, бұзды. Дұрыс, Аяна, дұрыс. Аха. Енді бір-біріне қосыңдар. Дұрыс.
Аха, енді бала мен қызды бір-біріне жақындатамыз. Жақындатыңдар бала мен қызды. Міне мынаны былай жақындатамыз бір-біріне. Аха. Жақындатыңдар. Аха, дұрыс қой. Вот, тамаша. Жарайсыңдар. Не құрастырдыңдар? Су. Балалар суретте балалар не істеп жатыр? Су сасып жатыр. Дұрыс айтасыңдар. Су шашып ойнап жатыр. Ал балалар, сендердің суреттерінде не шықты? Аян, үй шықты. Сосын не істеп жатыр мына жерде? Қандай тыйым сөз бар? Иә, үнемдеуіміз керек. Қалай үнемдейміз? Дұрыс айтасың, тамаша, жарайсың. Күн мен су ойынында күн тобы жеңіп кетті, я? Келесі ойында сендер де жеңуге тырысыңдар, жарай ма? Жарайсыңдар. Бұл не балалар? Я, біреу жылап тұр, я? Кім екен жылап тұрған? Балалар, қараңдаршы, жылап тұрған біздің жер анамыз екен ғой, я? Жер анамыз екен. Олай болса, балалар, экранға назар аударайық. Ал адамдар болса, суды босқа ағызады, қоқыс қалдықтарын лақтырады. Балалар қоқыс қалдықтарынан арылуға маған көмектесесіңдер ма? Біз көмектесеміз. Жарайды, олай болса балалар, қараңдаршы, жер анамыздың қоқыстан толып қапты. Сол қоқысты біздер балалар қазір екіге бөліп, сұрыптап жинаймыз, я балалар? Мына қоқыс шелегіне қағаздарды саламыз, ал мына қоқыс шелегіне пластик қалдықтарын саламыз. Жарай ма? Мына қоқыстардың алдындарсы. Жарайды. Біреуден аламыз, балдар. Симай! Балалар, жеңгелеп қалдым ғой. Балалар, қараңдаршы, үстелдің үстінде әртүрлі суреттер жатыр, я? Не көріп тұрсыңдар, балалар? Кемпір қосақ, көбелек, сосын? Адам, сосын? Құмырсқа. Топырақ, Дұрыс айтасыңдар, балалар. Торғай, өте тамаша. Балалар, енді қараңдаршы, осы қоршаған ортаны біздер қалай атаймыз? Табиғат деп айтамыз, дұрыс айтасың. Ал табиғат нешеге бөлінеді? Екіге бөлінеді. Қандай табиғат? Өлі табиғат, тірі табиғат. Дұрыс айтасың. Төрехан, сен тірі табиғат туралы не білесің? Айтып берші. Тірі табиғат? Тірі табиғатқа тыныс салады. Дұрыс айтасың, тыныс салады, сосын. Тағы да тірі табиғат не істейді, балалар? Аян? Қозғалады, дұрыс айтасың, сосын. Өседі, тамаша. Ал балалар, енді өлі табиғат туралы маған. Сүлейман, айтып берші, өлі табиғат туралы не білесің? Ал балалар, өлі табиғат туралы кім айтып береді? Сүлейман. Айтағы Сүлейман. Өлі табиғат қозғалмайды, тыныс алмайды, көбеймейді. Дұрыс айтасың, тамаша балалар. Ал енді балалар, осы суреттермен біз қазір қимылды ойын ойнаймыз, я? Қазір мен әуен қосам. Әуен тоқтаған кезде балалар өлі табиғатты, тірі табиғатты бөліп екіге жинаймыз. Кестік пе? Жарайды, олай болса ойын ойнайық. Бұл ойынды қазір ойнағанда мен сендерге әуен қосам. Әуен тоқтаған кезде мына жерде тұрған жаңағы біз көрген суреттерді екіге бөлеміз. Тірі табиғат, өлі табиғат. Түсіндіңдер ме, балалар? Екі топқа бөліп жинаймыз, я? Шатасып кетпейміз. Ал кеттік. Келдер, бей. Жинаймыз, балалар. Ақылдасып қоямыз. Қоямыз, қайға қоямыз тірі табиғатта? Өлі табиғат.
Жоқ. Ал тағы да сатамын табиғатқа қалып қойған жоқ па қараңдар. Дұрыс. Бетін ашып қой. Тамаша балалар. Сонда мына тірі табиғатта балалар қандай суреттерді қойдыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Қараңдаршы балалар, мына жерде қателесіп кеткен жоқсыңдар ма мына үстелдің үстінде? Қараңдаршы. Қараңдаршы. Өлі табиғаттың арасына ағаш кіріп кетіпті. Дұрыс айтасың, Сүлейман. Ал тағы да жоқ па? Қараңдаршы. Қараңдаршы, Сүлейман, қараңдаршы. Гүл, дұрыс айтасың. Тірі табиғат, тамаша. Ал мына үстелдің үстіндегілер өлі табиғаттар, иә? Олар қозғалмайды, тыныс алмайды. Жоқ, өлі табиғат қой. Дұрыс айтасың. Ал тірі табиғат не істейді? Қозғалады, тыныс алады, көбейеді. Дұрыс айтасыңдар. Тамаша. Дұрыс жетіңдер барлығы, жарайсыңдар балалар. Балалар, мына тірі табиғат пен өлі табиғат өздерінің жер планетасында өмір сүретін ортасы болады, иә? Мысалға балалар, торғай жоғарыда, аспанда ұшып жүреді, дұрыс айтасыңдар. Ал мына жерде мысалға акула суда жүзеді, дұрыс айтасыңдар. Ал мысалға мына жерде аспанда тұрады, иә? Сол сияқты әр заттың өзінің мекендейтін орны болады. Ал ағаштар қайда өседі? Астында. Қайда астында? Далада. Топырақта өседі, иә? Дұрыс айтасың, далада. Ал енді балалар, біз жер планетасына сыйлық жасаймыз. Да? Олай болса, екіге бөлінеміз де балалар. Мына жерде мынандай сурет бар, иә? Ол жердегі суретке, мына жерде балалар не орналасқан мына суретте? Аспан, сосын жер, сосын су. Енді біздер осы суретке орналастырамыз, тірі табиғат пен өлі табиғатты орналастырамыз. Сосын осы суретімізді жер анамызға сыйлыққа береміз. Жарай ма? Тастарды суға тастапты, я? Тастар жерде тұрады. Ал қояйық жерге тастарды. Ал балалар, клейдің аузын жабамыз. Жаптым мен. Енді балалар, суретімізді жер анаға сыйға тартамыз. Жер ана, мынау саған сыйлық.
рахмет, даусын шығарып айта. Рахмет. Балалар, мына тірі табиғаттың ішіндегі ең ақылдысы біздер, адамдар. Сондықтан да біздер табиғатты аялауымыз керек, оларды қорғауымыз керек. Ал балалар, Табиғаттың табиғаттың тілі жоқ. Табиғатты аялайық. Аялайық. Тамаша балалар, жарайсың. Балалар, осымен біздің іс-әрекетіміз аяқталды.